Ей, не істеп жатсың? Айтсаңызшы до конца. Менің жақсылықтарымды айтып жатыр. Не істеймін мен, айтыңызшы. Таң сағат 6-да тұрасың, шай қоясың, каша пісіріп қоясың бізге. Тағы не істеймін? Кенже өзі 11-де тұрады ма? Естідіңіздер ғой. Әне мені мамамның өзі айтып жатыр, таңғы сағат 6-да тұрып бәрін істейді деп. Не деп ойлап жүрсіздер сіздер, мені дым істемейді деп тұрсыздар ма? Пысық па қызыңыз? Пысық. Қолыңызды сілтемей айтыңызшы. Бұрыс айтып отырсыздар ма? Иә. Тұр деп жатыр екен, ұмытпаймын сізді, 6-да тұр деп. Жоқ, тұрады деп мақтап жатыр мені. Елдің алдында кішкене абыройымды көтеріп жатқаны ғой. Негізі сондай болған мен кезінде. Мына мен балам, өзіме тартқан. Беттің бәрі тамақ жерде жатыр. Шекесін маса шағылыпты. Бүгін контентті үйде жасап жатырмын. Кіммен десеңіздер, кешегі Али деген жігіт, видеограф жігіт, мықты жігіт екен. В общем, бүгін бір 2-3 видеоны үйден түсіріп жатырмыз. Процесс өзіңе қиын болып жатқан ба? Күшті болды. Рахмет, келіп, сонау жерде қаланың ана басына дейін 2,5 сағат жүріп келді ғой. И келіншегі Айдана. Отырып шайымызды ішіп жатырмыз. Танысқаныма қуаныштымын сендермен. Дастархандас болып жатырмыз. Қазір тамақ жасап жатыр сестренкам. Қытай жасаған мама. Ана жақтарында индийский манта деген тамақты менің сіңілім Арина жасады. Қашып жатсың. В общем, отырып шай ішеміз. Бұйырса енді жақын күндері ертең арғы күні жақсы контенттер күтіңіздер бізден деп қойып. Мен наконец-то впервые в жизни өзімнің туған сіңіліммен, негізі 2 сіңіліммен де бір видео түсірейін деп ойлағам. Сөйтсем, бота сіңілім Шымкентке бүгін демалып кетті, қыдырып подругасымен бірге. Сонымен бүгін Аринамен өзіміз бір коллаб видео түсейік деп тұрмыз. Аринаның бойында таланты өте көп. Артхауста оқыған, актерскийда, бір-екі киноларға түскен. Сонымен вокалға ұзақ жылдар қатысқан, гитарада ойнай алады. Сонымен Аринаға айтқанда, сен бойыңда тұнып тұрған талант бар. Давай екеуміз ән айтайық деймін да. Енді мен Арина сияқты сұмдық айта алмаймын, енді Аринаның бірақ дауысы деген. Аринаның дауысы өте күшті. Бұйырса оны ертең постқа салам Аринамен бірге видеомды. Көресіздер, дауысы деген енді керемет сіңілімнің бағасын бересіздер деп ойлаймын. И бота сіңілім келгеннен кейін бір күшті видео түсіреміз. Оны да тоже Алимен бірге фэшн видео түсіреміз деп отырмыз. Иә, мощно қылып жасап беремін деді. Күтіңіздер, жақсы сұмдық контенттер. Прям желанием бұл уже контент жасауға бар ғой. Ой, мамам нағып етіп күліп отырсыз. Неге?